Қайырлы күн, достар. Сіздермен бірге пайдалы психология арнасы және мен психолог Шолпан Абдуллақызы. Бүгін сіздерге стресс туралы ақпаратпен бөлісетін боламын. Сонымен стресс дегеніміз не? Соңғы кездерде өте көп пайдаланатын сөздердің біріне айналғанымен, шын мәнісінде осы сөздің мағынасын нақты біле бермейтінбіз. Сонымен стресс дегеніміз ол қоршаған ортаның тітіркендіргіш факторларына ағзаның жауап ретінде көрсететін реакциясы. Оған жағымсыз, уайым, қайғы, зорлық-зомбылық, тағы да сол сияқты және жағымды, мысалы шамадан тыс қуану факторлары жатады. Стресстің жалпы пайдалы жағы да бар. Неге десеңіз, өмірде кездесетін қиыншылықтармен күресуге, ішкі ресурстарымызды пайдалануға көмектесетін гормондар нақ осы стресстің арқасында пайда болады. Бастысы созылмалы стресске ауыспаса болғаны. Ал созылмалы стресстің белгілері қандай? Созылмалы стресстің белгілеріне мыналар жатады. Ең алдымен себепті себепсіз ашу шақыру, жабырқаңқылық, ұйқының бұзылуы, тамаққа тәбеттің нашарлауы, шаршаңқылық, ештеңеге зауқы соқпау және өзіңізді әлсіз сезіну. Проблемаларды ысырып тастап, шынайы демала алмау. Айналасындағыларға, жақындарына және достарына деген немқұрайлылық. Көз жасының ылғи да дайын тұруы және өзін-өзі аяу, кейде ұзақ, қатты дауыстап жылау. Әр түрлі жағымсыз әдеттерде осы созылмалы стресс кезінде пайда болады. Мәселен, тырнақ тістеу, ерінді тістеу, сондай-ақ күйгелектік, басқаларға сенбеу, зейіннің шашыраңқылығы және ұмытшақтық, тағы да сол сияқты. Ал енді созылмалы стресспен күресудің жолдары қандай? Жалпы созылмалы стресстен басыңыздан кешіп жүрген болсаңыз, психологтың кеңесіне жүгінгеніңіз дұрыс болады. Алайда, әртүрлі себептермен оған әзірге мүмкіндік болмаған жағдайда, сіздің жағдайыңыздың біршама дұрысталуына мен біршама кеңестер беріп кетемін. Сонымен, ең алдымен өзіңізді мүсіркеуді тоқтатыңыз, көз жасыңызды тыйыңыз. Өзіңізге шын жаныңыз ашыса, жылағанды доғарыңыз. Себебі жан жарасы әлі жаңа күйінде көз жасы көмектесуі мүмкін. Онда да жақсылап бір жылап алған жеңілдік әкеледі. Ал созылмалы стресс кезінде тек зиянын тигізеді. Өйткені көзі басыңыз іскенімен қоймай, жалпы тіршілігіңізге, денсаулығыңызға да өз әсерін тигізеді. Екіншіден, өз ойыңызбен өзіңіз оңаша қалмауға тырысыңыз. Ол үшін бос отыруға болмайды. Ермек ететін әйтеуір бір нәрсемен айналысыңыз. Дене қалпыңызды тік ұстап, тік жүруге тырысыңыз. Сондай-ақ күлімсіреп жүріңіз. Ең болмағанда бет әлпетіңізден мұңаюдың белгілерін көрсетпеуге тырысыңыз. Пессимистік тұрғыда сөйлегенді қойыңыз. Сөйлегенде шағымдану, ренжу, қорқыныш пен үрейге толы сөздерді пайдаланбай, оларды сөздік қорыңыздан шығарып тастаңыз. Керісінше, үміт пен құлшынысқа толы сөздерді, мысалы, аффирмацияларды пайдаланыңыз. Шамаңыз келгенше, табиғат аясына, тым құрғанда таза ауа жұту үшін жылы күндері далаға көбірек шығып тұрыңыз. Дене жаттығуларын жасаңыз. Мүмкіндігіңіз болса, спорттың бір түрімен тыңғылықты түрде айналысыңыз. Жер бетінде қаншама адамның соғыстан, табиғат немесе жол апаттарынан зардап шегіп жатқандарын есіңізге алыңыз. Оларға қарағанда сіздің басыңызға түскен қиындық түкке тұрғысыз нәрсе болып көрінуі мүмкін. Барыңызды бағалап, шүкіршілік етіңіз. Өміріңізде болып жатқан оқиғалардың бәрі де бір Алланың қалауымен болып жатқан нәрсе деп қабылдаңыз. Сондықтан да Аллаға дұға етіп, жеңілдіктерді жіберулерін сұраңыз. Ал достар, сонымен менің кеңестерім сіздерге пайдалы болады деген үміттемін. Егер де кеңестер ұнаса, осы видеоға лайк басып және комментарийда өзіңіздің пікіріңізді білдіре кетіңіз. Егер де біздің каналымызға тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп және қоңыраушаны баса кетіңіз. Көріскенше күн жақсы болсын.